Жайлы мектеп құрылысшыларды қағазбастылықтан арылтқан бірегей жоба. Бұрын қалай болушы еді? Акт қағаз жүзінде толтырылады, оған авторлық және техникалық қадағалау мамандары қол қояды, кейін тапсырыс беруші тексеріп, төлем жасайды. Ол үшін бәрі бір қалада болса жақсы қой әрине. Ал жайлы мектеп мердігерлері сияқты жер-жерде болса ше. Онда атқарылған жұмыс актілерін тексеріп, төлем жасау үшін кемінде бір айдай уақыт кетеді. Құрылыс емес, оны тежейтін таза бюрократия. Жайлы мектеп жобасы басталғалы не өзгерді? 2024 жылдың мамырында құрылыс саласында алғаш рет e-құрылыс жүйесі жұмысын бастады. Айлар бойы платформаны жасаған компания мен Самұрық-Қазына Construction мамандары бірлесіп жүйені жетілдіріп, әр тарапқа ыңғайлы жұмыс процесін қалыптастырды. Енді ешкім қағаз арқаламайды, қол қою үшін қалаларды кезіп жүрмейді. Акт толтырылды ма, мердігермен жүйеге жүктеледі, қадағалаушы мамандар сол жерде қарап, электронды цифрлы қолтаңба арқылы бекітеді. Бірыңғай дирекцияда жұмысты осылайша тындырады. Бәрі онлайн. Нәтижесінде атқарылған жұмыс үшін мердігерлер қаражатты небәрі 2-3 күнде алады. Маңыздысы сол жүйе бәрін тіркеп отырады. Кім не істеді, қашан істеді, көзбен көруге, цифрмен дәлелдеуге болады. Ал бұл өз кезегінде жемқорлықтың жолын кеседі. Жайлы мектептер арқылы еліміз құрылыс саласындағы ең басты проблема қағазбастылықты артқа тастап, ашық, нақты, әділ жүйеге қадам басты. Ал бұл мектеп салу жылдамдығына да, сапасына да тікелей әсер етеді.